Жүректен жүрекшеме. Сәлем жүрекше. Қалайсыз? Жаңа бастамаларға толы жаңа жылдарыңызбен. Жүректен жүрекшеге кітабынан өзімнің, яғни Диананың Милашкаға дейінгі өмірін танып біле аласыздар. Осы күнге дейін мені Милашка өте позитивті, әрдайым күліп жүретін, бақытты қыз көрген шығарсыздар. Бірақ телефонның арғы жағындағы өмірмен таныс болыңыздар. Ал ендеше дайын болсаңыздар, мен бастаймын. Осыдан 18 жыл бұрын маусым айының 29 жұлдызында дүниеге шыр етіп Диана есімді қыз келді. 4 жасыма дейін өзімді әлемдегі ең бақытты нәресте көретінмін. Бірақ ең алғашқы сынағым осы жасында берілді. Ол сынақ маған бұлай келді. Үй іші тып-тыныш. Барлығымыз ұйқыда жатқан кез. Есіктің сыртынан ер адамның айқайлаған дауысы қатты естілді. Бала жүрегім бір нәрсені сезгендей жылап ояндым. Есік сыртындағы кісі атам болатын. Суық хабар. Әжем қолынан жетектеп өзімен бірге далаға алып шықты. Сол кездегі көрініс әлі көзімді жұмсам елестеп тұрады. Соғылған көлік, ал жерде қансырап жатқан жақындарым. Ең жақыным анашым болатын. Қарбалас шаруа. Жедел жәрдем. Жанымдағы жақындарымның жылағаны әлі құлағымнан кетпейді. Анашым көз алдымда өлім мен өмір ортасында жатқан. Бірақ үмітіміз тек 2-3 сағатқа ғана созылды. Қаралы күн. Анашымнан сол күні айырылып қалдым. Я, жақын адамым көз жұмды. Жақындарымыз, туысқандар жиналып, анашымды ақтық сапарға шығарып салдық. Бірақ сапарына аттандырар алдында, яғни жуындырар алдында айтқан соңғы сөзім: мам, тұрыңызшы, көп ұйықтамаш, мама. Денесі сұп-суық, мәңгі ұйқыда жатыр. Бұл өмірден алып кеткені тек қана рахмата болды. Орап алып кетті. Кішкентай ғана бала жүрегім қанжылап, қатты қиналдым. Қыз баласына анасыз өсу өте қиын. Тіпті сол күні туған әпкем бар еді. Қолымнан ұстап, анашымды алып кеткен үлкен жүк көлігін артынан жүгіреміз деп, оңбай құлаған едік. Тағдыр аяқтан шалды. Егер сізге, жүрекшем, әлі анашым деген қоңырау келетін болса, өтінемін, жалынып сұраймын, қадірін біліңізші. Өкініш, өкпеңізді өртемей тұрғанда, уақытыңыз барда, қолыңыздағы барыңызды бағалаңыз. 2 бауырым бар, 3 ағайындымыз. Туылған әпкем және ағам бар. Сол күні 3 етім қозыдай үшеуміз 3-ке бөліндік. Әжем қолынан тастамай алып кетті. Өзімнің қызым, жоқ, өз атыма жазып алам деді. Сол күннен бастап анам да, әкем де сол нағашы әжем болатын. Уақыт өтті. Жасым 8-де. Әжем өте қатал кісі болғандықтан көп ұрыс еститінмін. Мен қазір айтсам, әжемді жауыз, қатыгез кісі көріп қалатын шығарсыздар. Жоқ. Ол кісі тек маған дұрыс тәлім, тәрбие бергісі келгенін осы жасыма келіп бірақ түсіндім. Сәл артық қадам жасасам, нан жаятын оқтаумен таяқ жейтінмін. Қанша таяқ жеп жатсам да,
тегі бұзықтығым соншалық таяқ өтпейді саған деп ұрсатын. Бірақ ана жүрегі ғой, ұрып болғасын жылап отырған жеріме келіп кешірім сұрайтын, құшақтап та алатын. Сонымен не керек, жасым 12-де. Сол жасында мектеп ауыстырдым. Жаңа орта, жаңа достар. Өте бұзық болып өскесін ортаға сіңісу қиын болды. Бірақ сол мектептен басталды барлығы. Алғашқы қыздармен төбелес, алғашқы жігіттің қолын ұстау, алғашқы бала махаббат. Уақыт өтті. Жасым 14-те, 8-ші сынып оқушысымын. Әжем қолыма артық ақша ұстатпайтын. Өзім жұмыс жасаймын деп сұранған едім. Ол кісі қолдады. Алғаш рет Тараз қаласындағы мейрамханаға даяшы болып орналастым. Басында әрине қатты қиын болды, қиналдым. Бірақ үйреніп кеттім. Тойдағы кісілерден біраз сөгіс еститінмін. Бірақ қайтпаймын ғой, қырсық мінезім бар. Жасым 15-те 9-ші сынып бітірдім. Әлі даяшымын. Оқуға қалай түсемін, қандай мамандық деп басым қатып жүрген кез. Сонымен өзіме ұнайтын шаштараз өнері және сәндік косметика мамандығын таңдадым. Оқуға түсу үшін әрине қаражат керек. Бірақ әжемді қинағым да келмеді. Бар күшімді жинап оқуға тапсырдым. Күндізгі емтиханнан кейін нәтижесін кешке көруге келеді. Барлығы ата-анасымен келген. Ал мен жалғыз. Біраз көңіл күйім түскен. Бірақ ақ парақшадағы балымды көргенде қатты қуандым. Өз күшіммен оқуыма да түстім. Бірден әжеме хабарластым. Жақсы жаңалықпен бөлістім. Ол кісі риза. Бірінші курсты өзім ойымдағыдай аяқтадым. Екінші курс. Әлі даяшы болып жұмыс жасап жүрмін. Осы арада бір қызық оқиғамен бөлісейін. Жаңа ортамдағы группаластармен отырыс болатын болды. Ал мен әжем артық еш қайда шығармайды. Оның үстіне кешке. Сол күні даяшы болып кетіп, сол отырысқа бардым. Не керек, отырыс қызып жатыр, қызық болып жатқан. Әжем сезгендей атам екеуі мейрамхананың алдында күтіп тұрған екен. Ал сол күні ол жерде той жоқ, жарық сөніп тұрғанын көріп, маған хабарласты. Ал мен әдеттегідей өтірігімді айтып, мен қазір міне той бітіп жатыр, жинастырып алайын, қайтамын дедім. Отырыстан шықтым. Қасымда группадағы қыз бар. Екеуміз таксимен мейрамхананың алдына дейін келіп, міне апа деп хабарласып жатыр едім. Сол мезетте көліктен түсіп, қазір саған көрсетем өтірік айтқан деп, қасында қыздың көзінше ұрып тұрып отырғызып алып кетті. Содан үйге барып жыладым. Мен өстім ғой, жабай болып кеттім, тек үйдемін деп айқайлағанда қатты бір таяғы жеп алып ұйықтадым. Жасым 16-да. Осы жасымда күтпеген нәрсе болды. Әжем отырғызып алып, қызым, саған осы жасыңа дейін берген тәрбиеме сенемін деп басқа өмірді көр. Бірақ саған сенемін деп бөлек шығарды. Мен шоктамын. Қалай бұлай деп. Группадағы қыздармен бірге тұрдық. Енді студенттік өмірді көріп бастадым. Сол уақытта даяшы емеспін, тойда би билейтін, өзіме де ұнайтын. Барлығы сол кездерде басталды ғой. Алғашқы вайндарға түстім. Жаңа таныстықтар да көп болды. Кешкі қаңғырулар да аз болған жоқ. Жасым 17-де. Қыз кезі. Ол кезде аяжан. Яғни сіздердің аяпошкаларыңызбен араласам. Ол қыз Алматыдан келіп, күніге бірге жүретін болдық. Уақыт өтіп жатты. Біз әлі бірге жүрміз. Біраз нәрсе көрдік. Біраз қызықтар болды. Өтетін уақыт тағы өтті. Әжемді ұмытқан жоқпын. Тосын сый жасап, үйге апталап барып тұратынмын. Енді аяпошка. Менің аяжаныма келсек, бұл қыз менің өмірім. Жай ғана дос қызым емес. Дос деген өмірде өзің таңдап алатын бауырың дейді ғой. Маған Алланың бергені осы аяжаным болыпты.
Егер Аяжанның отбасы тыңдап отырған болсаңыздар, осындай керемет қызы дүниеге әкеліп, тәлім тәрбие беріп, өсіргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Аяш, ол менің жол көрсетушім секілді. Екеуміз бір-бірімізге керек кезде бар қолдауды көрсетеміз. Қыз балдардың достығы жоқ, үйленіп тарап кетеді деп жатады ғой. Бірақ мен олай ойламаймын. Себебі өзімнің көзім толығымен жетті. Мен үшін соңғы тал шашын беріп, 24-те 7 өліп кетіп жүрген адам. Артық адамға сөйлетпейді. Шынымды айтсам, өзімнен жасы кіші болса да, біраз нәрсе үйретті. Балапаным, алғысым шексіз. Енді Айлара, менің поддержкам. Сіздер көріп жүрген Айлара, ерке, бұзық шығар, ал өмірде Айлараны қарайтын болсақ, еркелігі бар. Жаным мен мисаскам деп еркелетеді. Айлараны қатты жақын тартам. Сіңілім секілді. Еркелеп, құшақтап жүреді. Жетпеген жерде қолдауын көрсетеді. Диан, жыламаш, сен жылағанды көргім келмейді деп ұрсып тастайды өзі. Жақсы көрем ғой тәттім менің. Енді Сымбат, менің әлсіз жерім ол. Осы қыз білмейм, осы қыздарым болмаса мен не істер едім деп ойлап қоям. Біреу мамам, екіншісі сіңілім, үшіншісі әпкем. Бұлай қарап тұрсам, отбасым екен ғой. Енді сөзім жоқ. Мен үшін жұдырығына қан былғайтын батыл қыз көремін. Бір қызық жағдайлар болды. Өзімнен үлкен қыздар тиісіп жатқанда мен үшін қан болып төбелескенін көріп, жылап жібердім. Әр қайсымыз үшін қан жуса болып жүретін батыр қызымыз. Туған әпкем мен ағама келетін болсақ, бұл кісілерге енді сөзім жоқ. Бір ғана айтарым бар. Осы екі жанның барына Аллаға шүкір, жалғыз бауырларым. Біздің төртеуміздің квартирге қайта оралатын болсақ, көзімнен жасым аққанда сүртуге бірден 3 қол дайын тұрады. Аяш, Айлар, Сымбат. Неге әжем туралы көп айтпадым? Себебі ол кісі туралы айтсам, бірінші бөлімге сыймай кететін сияқты. Екінші бөлімде 17-18 жасымдағы өмірім. Барлығын толық айтамын. Блогерлік жолға қалай келдім? Барлығын келесі бөлімде білесіздер. Ал қазір сіздерге айтарым, осы аудио кітапты сатып алып, ерінбей соңына дейін тыңдап отырғандарыңыз үшін сізге де Алла разы болсын жүрекшем. Сөз соңында сізге тілерім ең алдымен денсаулық. Адам жүрегінде тетте болсын иман болу керек. Аллам жүрегіңізге иман нұрын төксін. Амин.